Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің төрағасы құрметті Ерлан Жақанұлы, әлеуметтік желілерде көріп жатқан боларсыз, Самат Нұртаза деген депутат қазақ тілі тек кедейлердің, сіңірлердің, одан бөлек ташки итеретіндердің және официанттардың тілі деп қорлап жатыр. Бұл мәселеге қатысты сізден өтініш, Саматтың депутаттық мандатынан айыруды сұраймын. Себебі біздің Конституциямыздың 7 бабының 1 тармағында мемлекеттік тілді, қазақ тілді ол қорлап отыр. Және соған халықты да қоса, жаңа официант бар, ташки итеретіндер бар, соның барлығына тиіп отыр бұл мәселе. Және елімізде қызу талқылауда болып жатыр. Одан бөлек тіл туралы заңды ақтарып қарайтын болсақ, дәл біздің мемлекеттік тілге қатысты ешқандай жауапкершілік туралы бірде-бір бап, ешқандай жазба жоқ екен. Соны ескере отырсаңыз өте күшті болар еді. Одан бөлек Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Ноғайұлы егер де Самат деген кісіні депутаттық мандатынан айыратын болса, әкімшілік жауапкершілікке 15 тәулікке қамауға сұраймын. Себебі бұл жақта қылмыстық істің құрамы жоқ деп танылуы мүмкін, сондықтан әкімшілік жауапкершілікке тартуды сұраймын. Егер де біздің Қазақстан Республикамызда заң жұмыс істейтін болса.